Қасқыр мен жеті лақ. Ертегі. Ертеде бір ешкі мен оның жеті лағы болыпты. Ешкі күндіз орманға барып шағынға жайылып таза су ішіп келуге кетеді екен. Лақтар ол кетісімен үйшіктің есігін бекітіп алып, өздері ешқайда шықпайтын көрінеді. Ешкі кешке оралған соң есікті қағып өлеңдете бастайды. Лақтарым, шырақтарым, есікті аш, шынақтарым, өрісіне енен келді, желін сылдап әрең келді. Емшек сүтім ағып жатыр, тұяғыма тамып жатыр. Лақтары есікті ашып, енесін кіргізіп алады екен. Бірде бір қасқыр ешкінің қалай өлеңдететінін естіп қалыпты. Ертесіне ешкі кеткен кезде қасқыр үйшікке жақындап келіп жуан даусымен сендер шырақтар, сендер лақтар, жылдамай-ақ басыңдар, есікті тез ашыңдар, енелерің келіп тұр, сүт әкелді шолып тұр, тұяғы суға толып тұр дейді. Лақтар оған: естіп тұрмыз, бұл біздің енеміздің дауысы емес, біздің енеміз жіңішке дауыспен айтады, және бұлай айтпайды деп үн қатады. Қасқыр не істерін білмейді. Ұстаға барып тамағын қайта шындатып, дауысын жіңішке кертіріп алады. Сосын қайтадан үйшікке келіп, бұталардың артына барып жасырынады. Сол кезде ешкі де келіп есікті қағады. Лақтарым, шырақтарым, есікті аш, шынақтарым, өрісіне енен келді, желін сыздап әрең келді. Емшек сүтім ағып жатыр, тұяғыма тамып жатыр. Лақтар енелерін үйге кіргізіп алып, қасқыр келіп оларды жеп қойғысы келгенін айтады. Ешкі оларды тойындырып, сусынын қандырып болып, даусы жуан кімде-кім үйшікке келіп, мен сендерге айтатын өлеңімді жөндеп айта алмаса, есікті ашпаңдар, ешкімді де кіргізбеңдер деп қатал табыстайды. Ертесіне ешкі кетісімен қасқыр үйшікке жетіп келді де, жіңішке даусымен әндетіп есікті қаға бастайды. Лақтарым, шырақтарым, есікті аш, шынақтарым, өрісіне енен келді, желін сыздап әрең келді. Емшек сүтім ағып жатыр, тұяғыма тамып жатыр. Лақтар есікті ашып жібереді. Қасқыр үйшікке кіріп лақтарды жей бастайды. Тек бір лақ қана пештің ішіне тығылып аман қалады. Ешкі келіп қанша шақырса да, қанша әндетсе де, оған ешкім жауап қатпайды. Есік ашық тұрғанын көріп, үйшікке кірсе ешкім де жоқ. Пештің ішін қарап, бір лақты тауып алады. Оны естіп, қасқыр үйшікке кіріп, ешкіге: мені неге кінәлі қылып отырсың, кейуана, сенің лақтарыңды мен жеген жоқпын. Жә, осы қайғырғанында жетер. Жүр, одан да орманға барып қыдырып қайтайық дейді. Олар орманға келді. Ал онда бір шұңқыр бар еді. Оның ішінде от жанып жататын. Ешкі қасқырға қарап: кәнеке, қасқыр, кім шұңқырдан секіріп өте алады екен дейді. Олар секіре бастайды. Ешкі секіріп өтеді де, қасқыр секіре алмай шұңқырға түсіп кетеді. Оттың қызуынан оның қарны тарс етіп жарылады да, ішінен лақтар секіріп сыртқа шығады. Аман есен енелерімен қауышады. Олар қайтадан бұрынғысынша ғұмыр кешіп тұра бастайды.